Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сенімен бірге мен Аружан Тока. Бүгін бізде Дүкенші қыздың екінші бөлімі. Достар, ендеше біз бастаймыз. Так, мінекей Інжу, біз келдік. Ой, әпке, мен қатты қуаныштымын. Мен де ауруханада қорқынышты болған жоқ па саған? Жоқ, қорықпадым. Жарайсың. Әпке, менің қарным ашты, маған бірдеңе беріңізші. Бірақ Інжу, бізде ақша аз, бұны біз саған киім алу керек, сенің тамағыңды алу керек. Той. Жарайды, мен ақша табуға тырысамын. Ой, ана жерде бір сыпырғы тұр екен. Ал, отыра бер. Сыпырғы кімдік екен? Мүмкін осы жерді сыпырып ақша табармын. Бұл жер қаншама жылдан бері кір лас болып тұр. Бұл ой неге бұрыннан есіме түспеген? Қазір мен осы жердің бастығына бар. Сәлеметсіз бе? Ой, сәлеметсің бе? Апай, тәте, осы жерді сыпырып, тазалап, жұмыс істейтін болсам бола ма? Иә, әрине болады. Как раз бізде ондай қызметші жоқ еді. Осыны бұрыннан айтпайсың ба? Есіме түспепті. Жарайды. Жалақы қанша? Жалақысы 40 000. Онда тұрсам, осында жұмыс істесем бола ма? Әрине болады. Жарайды. Бүгіннен бастайсың ба или ертеңнен бе? Бүгіннен бастаймын. Жарайды, ендеше қазір 1 сағаттан соң мен саған керекті заттарды алып кеп беремін. Сосын жұмысыңды бастай бер. Жарайды. Сіңілім, ау, менің қуанышты жаңалығым бар. Мен осы жердің полын жуып, тазалаушы болатын болдым. Ура, әпке, жұмысқа тұрмыз ба? Иә. Мәссаған, қарның ашқан шығар. Иә, әпке, менің қарным ашты. Тоқтай тұр, мен саған қазір тамақ алып кеп беремін. Кешегі тамақты. Жарайды. Ауруханадан қалған тамақты келдің ғой, иә? Иә. Онда соны беремін саған. Мінекей, қазір мен саған бұны беремін. Қазір шай ішесің бе? Иә. Мінекей. Інжу, саған ертегі оқып берейін бе? Иә, әрине. Осылай шарада 1 сағат өтеді. Ой. Тоқтай тұр. Мінекей сенің жұмыс істейтін заттарың. Бүгінге осымен жұмыс істейсің, жарай ма? Жарайды. Сен жұмысқа қабылдауға әлі ерте емес пе? Жоқ. Жарайды. Ендеше ма, жұмысқа кірісе берсем болады. Рахмет сізге, тәте. Оқасы жоқ. Інжу, сен осы жерден тұрмай тыныш отыр, жарай ма? Мен қазір мына жерді жинап алайын. Так. Бірнеше сыпырып алайын. Мынау іздер қашан кетеді екен? Болды, мына іздер енді кетті. Енді мына жердің нәтижелерін тазалап шығайын. Так, бұны біз мына жерге не төгілген өзі лас қой. Так, мына бетті де істейін. Мінекей болды. Ал мына тесіктер кетпеді. Бұны бір күннің тастымен жауып қоя саламыз, ештеңе етпейді. Мінекей болдым. Осылайша кеш батады. Ой, кеш батып қалыпты ғой. Мінекей, мен келдім. Мына заттарды маған бере сал.
Ой, жақсы болды ғой. Жарайсың, енді мына жерді тазалап қойыпсың. Бірақ мынау тесіктер не? Бұл жері кетпей қалды. Бұл жер тесілген ғой. Жарайды, ештеңе етпейді. Жарайды, мен кеттім. Я, сау болыңыз. Әпке, менің қарным ашты. Мәссаған, уже дүкендердің барлығы жабылып қалыпты ғой. Әпке, менің қарным қатты ашты. Інжу, ойындамашы, шыдай тұршы, ертең азанда мен дүкенге барамын, жарай ма? Жарайды. Азық-түлікті сәл көбірек қылып алып қоямын. Біраз күнге жететіндей қылып. Жарайды. Ал қазірше ұйықтай ғой. Ертегі оқып берейін бе? Жоқ. Жарайды, ендеше ұйықта. Мәссаған, біраз ақша жиналып қалыпты ғой. Енді осыны ары қарай жинау керек. Достар, осымен сериал аяқталды. Көріп тұрғандарыңыздай, ол яғни Айдана уже пол жуып, кішкене жұмыс істей бастады. Достар, осымен сериал аяқталды. 3-ші бөлім күтіңіздер, сау болыңыздар.